Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Жаттығу залына баруға уақытымыз немесе ақшамыз жоқ. Алайда уайымдамаңыз. Жаттығу залын велосипедпен алмастыра аласыз. Велосипед айдаудың пайдасы. Велосипед айдау арқылы күйзелістен арыламыз. Өзіңіз ойлап көріңізші, орман ішінде қыдырып, таза ауамен демалып, айналаңыздағы әсем суреттерге көз салу қандай керемет. Үйдегі майда шүйде бітпейтін тірліктерді ұмытып сергіп қаламыз. Демалыс күндері отбасымызбен бірге шықсақ болады. Велосипед айдау арқылы жүрек пен тамырдың жұмысы реттеледі. Бастапқыда жүрегіңізге аздап күш түсіресіз де, артынша оған оттегінің көмегімен демалуға мүмкіндік бересіз. Жүректің бұлшықеті жаттығып, шыдамдылығыңыз арта түседі. Алайда асыра сілтеп жібермеңіз. Аяғыңыздағы зат алмасу құбылысы жылдам жүреді. Ауа арқылы жұғатын аурулардан сақ боламыз. Өкпеміз ашылады екен. Аяқты шынықтырып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Егер жүгіруге қиналсаңыз, оны велосипедпен алмастырыңыз. Аяғыңыздың бұлшық еті қатаяды. Мұнымен қатар теріңіздегі жаралар жазылады. Және де варикозды емдеуге көмектеседі екен. Сіз велосипедтің үзеңгісін айналдырған сайын қатып қалған қандар тарайды. Әйелдерде ғана болатын ауруларды емдеуге көмектеседі екен. Велосипед айдау арқылы көзіңіздің көру қабілетін жақсарта аласыз. Күнделікті компьютерге көп уақыт қарап отыратындықтан көзіміз тез шаршайды. Алысқа қарау мүмкіндігінен айырыламыз. Ал велосипед айдау барысында алыс аймақты да бақылайтындықтан көзіміздің бұлшық еті демалады екен. Достар, ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып отырыңыз. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.